Баспасөз алаңында Қазақстан Республикасының президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясы Батыс Қазақстан облысы бойынша филиалының 2018 жылғы жылдық есебі тыңдалды. Өткен жылы жұмыс барысына бірқатар өзгерістер енгізіліп, жаңартылған жүйе бойынша дайын мамандарды қайта оқыту жүйесін қолға алыпты. Өткен жылы барлығы 1761 адам оқытылса, оның ішінде 1513 мемлекеттік қызметкер, ал қалған 248 азаматтық қызметкерлер болып табылады. Дайын мамандарды оқытуда бірқатар қиындықтар да орын алады екен. Қазіргі таңда айтатын болсақ, әртүрлі әдістер бар, тәсілдер бар. Оның бәрін біздер деген пайдалану білуіміз керек. Біздің деген аудиториямыз ерекше аудитория. Ол деген мысалы университет немесе деген институттағы деген аудиторияны алатын болсақ, онда деген жас балдар жаңа келіп атқан, олар деген білім үшін келіп атқан балдар болатын болса, біздің аудитория ерекше, оның деген олардың тәжірибесі бар, өздерінің көзқарасы бар, өздерінің қалыптасқан бір ойлары бар. Әрине олармен жұмыс жасау өте қиын. Сонымен бірге ынтымақтастық шеңберінде басқа филиалдармен онлайн дәрістер жүйелі түрде өткізіліп тұрады. Өткен жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде 4-ші деңгейдегі бюджетшесі енгізілгені белгілі. Тұрғындардың саны 2000-нан асатын аудандық маңызы бар қалалар, кенттер және ауылдық округтер өз бюджеттерін жасақтаған еді. Оған облысымыздан 42 ауыл, 2 кент, 1 қала ілікті. Осы орайда мемлекеттік қызмет жүйесінде бірқатар кедергілерге жол берілген. На сегодняшний день аудандық деңгейдегі қала, ауыл және кент әкімдері үшін ұйымдастырылған аймақты дамыту үшін жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін трансформациялау семинар өткізілді. Тыңдаушылар семинар бағдарламасының бірінші модулі бойынша бюджет процесіне, коммуналдық меншікті басқаруға, салық салу, әкімшілік айыппұлдар мен мемлекеттік сатып алу мәселелеріне қатысты өздеріне қажетті білім жиынтығы мен теориялық тәсілдерді алды. Биыл өткен жылы атқарылған жұмыстар жалғасын тауып, жүздеген маман қайта оқыту курстарынан өтетін болады. Айнұр Төлеуғали, Ғызайболат Жапар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.